Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен винегрет салатының дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қайнатылған картопты осылай майда етіп турап шығамыз. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Пиязды да видеодағыдай жұқа етіп турап шығамыз. Қайнатылған қызылшамызды 4 пішті майда бөліктерге бөліп турап шығамыз. Тұздалған орым жапырағымызды қосатын боламыз. Сонымен қатар тұздалған осындай қиярымызды майда бөліктерге бөліп турап шығамыз. Консервадағы жасыл бұршағымызды қосып, үстінен тұз бен қара бұршымызды салып, және зәйтүн майынан қосып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Зәйтүн майы болмаса да күнбағыс майын қолдансаңыздар болады. Осымен біздің винегрет салатымыз дайын, өте оңай әрі тез дайын болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер.